адам өзін неше нәрседен тыю керек дейді. Адам өзін 5 нәрседен тыю керек. Кандай нәрсе? Иә. Ол бірінші дейді, адам өзін ұйқыдан тыю керек дейді. Тамақ ішуден тыю керек дейді. Бос қыдырудан тыю керек дейді. Содан кейін бос сөз, бос қыдыру ғой. Содан кейін тағы да не бесінші? Дүниеқұмарлықтан. Дүниеқұмарлықтан, иә. Көп сөйлеуден тыю керек дейді. Осы жерде бір әңгіме айтайын ба? Бір 80-ге келген қарттан сұраған екен, сіз 80 жыл өмір сүрдіңіз, сонда өзіңіздің не түйдіңіз деп айтқан екен. Сонда жаңағы ақсақал былай деп жауап беріпті: мен намазға тұрған кезде өзімнің жүрегімді тыңдадым. Жүрегім соғып тұр ма? Соғып тұрған жоқ па? Жүрегі соғып тұрып, жүрегін тыңдайтын болса, ол онда еш жаққа көңіл алаңдамайды ғой. Жүрегімді тыңдадым. Ал дастархан басында отырғанда мен қолымды тыйдым. Ананы да жеп, мынаны да жеп, бәрін жеп араластырып, нетсең қарт адам оны көтере алмай қалады ғой, барлығы араласқаннан кейін. Ол не деген сөз? Ол тамақты көп жеу деген сөз ғой. Ал көпшіліктің ішінде мен тілімді тыйдым дейді. Мен үлкен адам не болса соны сөйлей берсе, жастармен жарысып, құлаққа кірмейтін жеңіл желпі әңгіме айтатын болса, онда ол қарттыққа жараспас еді. Солай ғой. Сондықтан жаңағы сонда айтады, мен қолымды тыйдым, тілімді тыйдым, жүрегімді тыңдадым деп айтқан екен.